Сәлеметсіңдер ме? Бүгін 4-ші сыныптың 73-ші сабағын өтетін боламыз. Ал мен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңдар. Бүгінгі тақырып жануарлар туралы тағы не білеміз? Бірінші тапсырма сипатта Ыбырай Алтынсариннің жаман жолдас мысал әңгімесі және Маша мен Аю ертегісіндегі аюлардың мінез құлқын сипатта. Барлығымыз Маша мен Аю мультфильмін күнделікті телеарналардан басқа да желілерден көрген болармыз, иә? Және соны, яғни Алтынсариннің мысал әңгімесі екеуін салыстырамыз. Алтынсариннің әңгімесі шынайы өмірге қатысты әңгімеленген, сондықтан ол жердегі аюдың мінезі қатыгез, мейірімсіз, қауіпті, енжар, қатал, бейқам болған, кәдімгі аюлар секілді. Ал Маша мен Аю ертегісіндегі аюдың мінезі керісінше көңілді, мейірімді, балажан, еңбекқор, адал, жанашыр, төзімді кейіпкердің рөлінде ойнайды. Келесі, біз, яғни кинодағы аюды өмірдегі аюмен салыстыр дейді. Яғни өмірдегі аюды кейбіреулеріміз көрмесек те, жалпы аюдың жыртқыш аңдар қатарына жататын және де оның белгілі бір бейнелерін білеміз. Енді кинодағы аюмен салыстырып көрейік. Яғни кинодағы аю дегеніміз жаңағы Маша мен Аю ертегісіндегі кейіпкері. Енді қараймыз. Кинодағы аю сүйкімді, жанашыр, қамқор, момын, ақылды. Ал өмірдегі жыртқыш, қауіпті, қорқынышты, қатал, мейірімсіз, жабайы. Айырмашылығы осы екен. Келесі, түсіні боқы, Ахмет мерген. Ахмет ақсақал ертеңгі шайын ішіп отыр еді, омарташы Оспан кіріп келді. Өнінде абыржу бар. «Я, Оспанжар, ертелетіп неғып жүрсің?» деді ахан. «Аха, өте қиын жағдай болып тұр. Омартама бір аю 2 түн келіп, 2 жәшігімді шағып, балымды жеп кетті. Сол пәледен құтқарыңыз», деді Оспан. «Өзің көрдің бе? Қай жақтан қай мезгілде келді?» деді. «Әлет жақтан таңға жақын келеді. Қоңыр аю келет те шетте тұрған жәшікті тасқа бір қойып шағып балын жейді. Атуға қорықтым», дейді. «Атпағаның дұрыс болған», деді Ахмет. «Өлтіре алмасаң өзіңді мерт қылады. Құсақтың сары аюы кісіге шабады, ал әлеттің қоңыр аюы болса зиянсыз, момын, оны ату обал», деді. «Ақа-ау, ол пәле шаруашылыққа зиянын тигізіп жатса қалай шыдайсың?» деді. «Өлтірмеу керек», деді ахан. «Сол маңайға келмейтін етіп қатты қорқыту керек. Олай болса сол маймақты өзіңіз бір жөнге салып беріңізші», деді. «Жарайды». Сол күні кешке таман ахан омартаға келді. Аюдың омартаға келетін жолын, бал жеген жерін, суға сүңгіген орнын қарап шықты. Мұнан кейін ұзындығы 4-5 құлаштай жіңішке кендір жіпті балауызбен ысқылап алды да жүріп келе жатқан аюдың мойнына ірілі-нерліктей етіп тұзақ құрды. Жіптің екінші ұшына үлкен дәнбек байлады. Құлан ектеніп таң бозара бастағанда үйдің төбесіне күзетте отырған ахан мен Оспанның құлағына сыбдыр шалынды. «Осы келе жатқан күткен қонағымыз болар», деді ахан. Сыбдыр анық естіле бастады. Бір кезде салдыр-гүлдір дыбыс шықты да аюдың ақырған даусы естілді. «Тұзаққа ілінді», деді ахан. Ызаланған аю секіріп барып, соңынан қалмай жүрген дөңбек томарды құшақтай алып лақтырып жіберді. Ауыр дөңбек мойнындағы тұзақты жұла тартып, аюдың өзін қалпақтай ұшырды. Аю атып тұрып, дөңбекке өшіге ұмтылып тағы да лақтырды. Өзі де мұрттай ұшты. Аюдың ісіне Оспанның ішек-сілесі қатты. Аю қатты ақырды. Дөңбекті тырналады да құшақтай көтеріп алып, талтандай жөнелді. «Дөңбекті суға тастап пәледен құтылмақ болып барады», деді ахан. Құсақ өзенінің бұл тастағы ағыны қатты, жағасы тік. Аю дөңбекті суға атып жібергенде өзі де бірге құлап түсті. Су ағызған аюдың тұзақ буындырып жағаға шығуы ерік бермейді. Аю жағаға тартса, дөңбек ағыс бойымен төмен тартады. Аю судан шығып тұрған бір жұмыр тасқа жармасты. Бірақ күшті ағысқа түскен дөңбек тұзақ жұлқи тартқанда жылтыр тастың аюдың табаны тайып кетті. Бір тасқа тағы жармасты. 4 тағандап тастың яр жағында тырмысып тұр. Ағын жұлқыған дөңбек аюды мойнынан қылқындыра тартады. Гүрс ете түскен мылтық даусы төңіректі селт еткізді. Домбыраның ішегінде керіліп тұрған арқанды оқ қиып өтті. Дөңбек көбікке көміліп ағып кете барды. Мылтық даусынан шошыған аю байлаудан босанысымен арғы жаққа шықты да қорбандап қаша жөнелді. Соңынан қарап тұрған ахан: «Қатты қорыққан шығар, енді сенің омартаның маңайына баса қоймас. Егер тағы да тентектік жасаса, осылай үркітіп жібер», деп күлді. Бұл кезде Тарбағатай тауының бір қырқасынан алтын шұғыласын шашқан күн де көтеріліп келе жатты.
әлет деген жер атау, дөңбек деген жуан ағаштың кесіндісі, құланектену деген таң ата бастау деген мағынаны білдіреді. Енді сұрақтарға жауап берейік. Ахмет қоңыр аюды неге атқызбады дейді. Ахметтің мергендігі оқиғаның қай сәтінде көрінді дейді. Мәтіндегі негізді ойды түсіндіріңдер. Ахмет, яғни қоңыр аюды атқызбаған себебі өлтіре алмасаң өзіңді мерт қылады дейді. Құсақтың сары аюы кісіге шабады дейді. Ол әлеттің қоңыр аюы болса зиянсыз момын, оны ату обал деді. Яғни Ахмет аңшы болғаннан кейін ол аюлардан да басқалардан да хабары мол болды. Ал Ахметтің мергендігі оқиғаның қай сәтінде көрінді дейді. Ахмет негізінен аюға оқ атқан жоқ, бірақ та домбыраның ішегінде керіліп тұрған арқанды үзіп атқанда, яғни арқан деген қыл жіпте ғана жіңішке нәрсені үзіп түсірді, сол жерден мергендігін білдім. Мәтіндегі негізгі ойды түсіндіріңдер дейді. Мәтіндегі негізгі ой Ахметтің мергендігі және жануарға берілген сипаттама жайлы болып тұр. Келесі. Білгенге маржан, біле жүріңдер, балауыз деген араның безінен бөлінетін зат. Адамдар ежелден оны шырақ жасауға қолданған. 6. Аюға тән сипаттаманы тап. 1. Нұсқа ақырды, қорбандады, талтандай жүгірді, ұлыды, ысқырды, ырғып кетті. Табу оңай болу үшін біріншіден аюды білетін болсаңдар, сендер білулерің керек. Екіншіден, мәтінде осы сөздер кездесетін жерлер бар, сол арқылы тапсаңдар болады. Дұрыс жауап ақырды, қорбандады, талтандай жүгірді. А нұсқасы. Ахметтің орнына араларды кейіпкер етіп алып, мәтінді өзгерте алар ма едің? Оқиғаны ертегі түрінде әңгімелеңдер. Яғни бұл жерде Ахмет пен жаңағы егесінің әңгімесі емес, аралардың арасындағы, яғни диалог ретінде құрып ертегіні солай құрастырсаңдар болады. Қорытындыла, жазушы суреттеген оқиғадан қандай ой түйдіңдейді? Үлкендердің көмегімен кестені толтыр. Аю Қазақстанның қай аймағында кездеседі? Мәтіндегі басқа тағы қандай аю түрлері бар? Мәтіндегі жер су аттарын көшіріп жаз. Біріншіден, жазушы сипаттаған оқиғадан жануарларды атпауды, жоймауды, оларды қорғауды түсіндік. Ал аюлардың Қазақстанның қай аймағында кездесетіні жайлы ақпарат. Жалпы аюлар дегеніміз орман, таулы жерлерде кездеседі. Ал Қазақстандағы орманда таулы жерлер, яғни Тянь-Шань, Жоңғар Алатауы, Тарбағатай, Сауыр және Алтай таулары болған. Ал мәтіндегіден басқа тағы қандай аю түрлері бар? Аюдың түсі қоңыр, қара, кейде ақ аю болады. Ал мәтіндегі жер су аттары көшіріп жаз дейді. Яғни әлет, мәтіннің соңында жазылған жер су аты деп, Құсақ өзені және де Тарбағатай тауы. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назарларыңа рахмет. Видео ұнаса лайк, комментарий ұмытпаңдар. Каналға тіркеле кетіңдер. Сабақта бестік алуларыңа тілектеспін. Сау болыңдар.